Ұлы дала жорығына қатысушылардың өзін қалай сезінетінін көру үшін біз жолға шықтық. Атпен 50 шақырымды бағындырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай күн ыстық болғанымен біз қалың киініп алғанбыз. Өйткені аттың үстінде жел өтімді болады дегендей. Қазір енді барған кезде көңіл күйімді айтам. 5 сағат команда толық келе жатырмыз. Команданың капитаны Думан Золхарнай деген бауырымыз топ бастап келе жатыр. Біз көп мөлшерде құрт алып келдік. Сол таңертең шыққанда бәріміз бір құрттан салып аламыз. Каждый 2,5 сағат сайын бір құртты жай майдалап, андай тістеп жеп қоймай амалдап келе жатырмыз. Аттар енді жолға демалғанда сул жеп жатыр. Кешке сул жейді, таңертең жем беріп жатқан жоқпыз. Бұл жерде каждый ат сол сиыр бағылып, түйе бағылып жүрген аттар. Біз аттарымызды болдыр қалды деп ойлағанбыз, бірақ олай емес екен. Алматы қаласының жігіттері, шабандозлары келіп бізге көмектесті. Қазір міне суымен бөлісіп жатыр. Жатсынбайды. Мен негізі отырған ыңғайсыз екен. Ой, начинается. Мұнараны вообще қазір ашсам жырылып атқан шығар ойыл. Құрметті достар, мен кеше кроссовкимен 50 километрді 5-6 сағатты жүріп өттім. Олардың айтып жатқандар сылтау негізі, сылтау. Бірақ красавчик. Красавчик. Жоқ, мен сізге, қараңыз. Мен сізге бағана сізмен сұрадыңыз ғой, 50 километр аяқтайсың ба деп. Мен иә дедім, дұрыс па? Жігіт деген сөзіне тұру керек па? Еще до конца жүру керек деші, 12 күн деді ба, 12 күн жүру керек деп айтып қалды. Ең үлкен шабандозсыз. Қиын емес пе? Жастармен бірге бақталасу? Ата-бабаларымыз 60-ға, 70-ге, 80-90-ға келіпті. Ат үстінде өткен. Құда қаласа сол кісілердің ізін қусақ деген ниеттеміз. Бүгін сіздер міне алғашқылардың бірі болып тағы да мәресіздігінен өттіңіздер. Аттарды қинап жатырмын деп ойламайсыздар ма? Жоқ, аттарымыз жақсы. Аман-есен әйтеуір келіп жатыр. 100 шақырым неше сағатта бағындырдыңыздар кеше? Кеше 100 шақырымды 3 сағат. Жоқ, 8 сағат. 8 сағатта. 8 сағат 59 минут. 59 минут. сағат 59 минутта 100 шақырымды бағындырдыңыздар, иә. 7 сағат 59 минутта бағындырдық. 7 сағат 59 минутта, иә. Сіз осы демеушісіз, бас демеушілердің бірісіз. Қанша ақша жұмсадыңыз? Ол енді ақшаны айтылмайтын нәрсе ғой. Біз елдің намысы үшін Шымкент қаласының командасын басқарып алып келдік. Ол жұмсаған нәрсе оңайлықпен болмайды ғой. Біз қазір осында 15-20 адам жүрміз. Ат жүр, оның бәрі дайындау. Өзіне лайық кетеді, оның бірақ ол айтылмайтын нәрсе. Жақсы, ол айтып сақталып қажет емес дейсіз ғой, иә? Төрт бірдей жылқыларыңыздан айырылып қалдыңыздар. Иә. Жарыс жолынан шығып қалды, енді айырылып қалды деген дұрыс түсінбей қалып жүрмесін, өліп қалды деп. Жоқ, өліп қалған жоқ. Жарыс жолынан шығып қалды, шашырып қалды, иә? Былайша айтқанда болдырып қалды. Неге сонша басып айдадыңыздар бірінші күні? Енді бұл бұндай жарыс 1200 км бірінші болғандықтан көп барлық команда қалай жүру керек, қандай темп, қандай скоростьпен жүру керек екенін ешкім білмеді деп ойлаймын. Себебі бірінші күні енді көштен қалың келмейді ғой. Ұлы дала жорығы дейді, сол жорықтың ортасында жүріп отырдық. Біз ең алдына шыққан жоқпыз. Сол жорықпен жүргеннің өзінде көрдіңіздер міне 5-6 ма одан да көп команда шығып қалдау шамасы. Себебі көз алдымызда ақсағандары бар, тоқтап болғандар, құлап атқан аттар кездесті. Соны көріп бірінші күннен кейін бәсендеткенбіз кеше, бірақ соның өзінде де қазақ деген мынау бәйгеге өзіміз жақын тұратын еліміз ғой. Сол артындағы ат осып бара жатқаннан кішкене қосқым келеді. Кеше де кішкене ағындары қатты болды аттардың. Егер осы темппен 1200-ге баратын болса, мен білмеймін, қиын болады. Қиын болады, иә. Сол себепті барлық шабандоздарға негізі айтқым келетіні кішкене темпті, жылдамдықты ақырындату керек. Себебі ертең айтады ғой, қазақтың аттары 1200-ге жете алмады деп. 100 ат шығып, бір ат жете алмас ертең ұят сонда болады. Сол үшін мен командамда міне жігіттерге рахмет айтам. Мен соңымнан аттары болдырса да осы газельге артып алып, артымыздан
менің артымнан келе жатыр енді. Қай жерге дейін барасың, сол жерге дейін барам деді. Сол Айта кетейік достар, бұл Павлодар облысы жарыс жолынан шығып қалған, дегенмен бір ғана Батырбек есімді жігіт қалды. Рас батыр екен, аты затына сай. Жақсы, енді сәттілік, 1200 километр деген Түркістанда жолғайық. болды, Алла қаласа. Аға, көңіл күйіңіз қалай? Нормально, айбат, керемет. Жақсы ма? Кеше ылғида қанша километр қалды, қанша сағат қалды деп адамдарды сой. Адамдардың жол өткеннің барлығына сұрап жатырсыз. Қатты асығып жүрсіз ғой. Асықпаңыз аға. Әлі алда 1000 километр бар. Ұлы дала жорығының екінші күні аяқталды. Тұлпарлар жігіттер 200 километрді артта қалдырды. Қазір енді жарыс қорытындысы бойынша 2 күннің қорытындысы жалпы есеп: бірінші орын Маңғыстау, екінші орын Жетісу, үшінші орын Ақтөбе, төртінші орын Шымкент қаласы, 5-ші орын Жамбыл облысы, 6-ші орын Қызылорда, 7-ші орын Батыс Қазақстан облысы, 8-ші орын Ұлытау облысы, 9-ші орын Абай облысы, 10-ші орын Солтүстік Қазақстан облысы, 11-ші орын Түркістан облысы, 12-ші орын Шығыс Қазақстан облысы, 13-ші орын Қарағанды, 14-ші орын ең соңғы әзірге Алматы қаласы. Әлі алда 1000 километр бар. Мен сіздерге күнделікті айтып отырам есеп нәтижелерін. Сондықтан жалғыз жолаушы YouTube арнасында болыңыздар.